Selam dostlar. Бүгін бізде жаңа сериал. Жаңа сериалдың аты «Байдың екі түрлі мінезді қыздары». Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетеміз. Ал біз бастаймыз. Мүлдем ұнаған жоқ әке. Мыналар не үшін әлі есікті ашпай жатыр? Қазір. Кіріңіздер. Онсыз да көреміз. Сан айтты. Есікті не үшін әлі ашпай жатырсыңдар? Сенен етіспе, көп рахмет, есікті өзім жаптым. Не үшін әуре болдың? Ештеңе. Ал қыздар, барыңдар бөлмелеріңе. Егер де таза тұрмаса, ана қызметшілерді жұмсаңдар. Жақсы, анашым. Сен қызметші, мұндан жоғалып кет, басқа бөлмелер таза. Менің мысығымның қасында отырмаушы болма. Сасып тұрсың, үстің бар, кет. Жақсы. Қызым, не болды? Ана қызметші сені ренжітті ме? Я, анашым, мені ренжітіп қойды ғой. Ештеңе етпейді, оңға қызметшіні шығарып жіберерім. Керек емес, келгені кеше ғана. Мен қазір қарап келейін, тазалап болдым екен барлық жерді. Менің бөлмем өте тап-таза болып екен. Не? Анашым, олар ана душқа шомылған екен. Не? Қазір оларды жазалайтын боламын. Қызым, сен анда отыра ма? Иә, анашым, отызда отыра. Жоқ, мен бөлмеме барып, ойын ойнаймын. Кеттім оданша. Менің анам, менің әкеме және де әпкеме ренжімеңіз. Не үшін ренжиді екен? Ренжімеймін, өзім кінәм. Жоқ, сіздің кінәңіз жоқ. Мен кеттім. Жақсы. Әкешім, анашым, әпкем қайда? Ол анда кетті. Ана қызметші ақмақ менің қызымды ренжітіп қойыпты. Қайтып ренжітті. Мына жер ана душқа шомылған. Мына жердің иісі шығып тұр. Не болыпты, анашым? Оларды қызметшілер емес пе? Оларды да сыйламыз керек. Сен қыз аузыңды жапшы, болды. Сол қызметшілерді мақтап біттің. Мынаны да жақыпты. Үйдің іші болса сап-салқын болып тұр. Мен қазір жұмыстармен кетемін. Киім алуым керекпін. Яғни мен кеттім. Жақсы, анашым, сау болыңыз. Менде жұмысым бар еді, мен кеттім. Есікті аш. Жақсы. Сау болыңыз. Сау боламын. Мен де өзім бөлмеме барайын. Бұнда не қылып тұрсыз? Мына жер тазалап жатқан ғой. Тазалай беріңіз. Артынан шығарым. Жоқ, шыға бер. Келдім. Пунка. Таза қылып қойыпты. Неткен керемет адамдар еді. Әкемнің өз бөлмесінде менің бөлмем тап-таза болып тұр. Шешіп қойын. Мен әкемнің бөлмесі деп қалса. Әкеме шайға берейін. Әкем бірақ кетіп қалған екен ғой, өзім іше салайын. Қарным ашып кетті ғой, қызметшілерге айтқанша өзім бірдеңе пісіріп жей салайын. Банан жей салайын. Банан. Менің купальнигімді не қылып тұр? Киіп алайын. Бүгінгі демалыс маған қатты ұнады. Бірақ та қасыма адам керек еді.
да теңізге түсіп келдік қой. Кішкене демалып отырайын. Сосын теңізге түсермін. Ой, бассейнге. Ей, ақымақ қыз, қайда жүрсің болсаңшы? Келе жатырмын, осым келе жатырмын. Қайда жүрсің? Бізге мусордан тамақ алып кел. Анашым, мен жаңа ғана қарап келдім ғой, мусорда ешқандай да тамақ жоқ. Осылай қарнымыз аш отыра береміз бе енді? Білмеймін, анашым. Ертең сен мектепке барасың. Жақсы ма? Ертең алып кететін кітап-заттарың бар ма? Анашым, салып берген жоқсыз ғой, менде қайда болсын? Аузыңды жап, ақымақ қыз. Мусордан немесе далада жүрген адамдардан аулап ал. Бірақ анашым, жап аузыңды, осыдан мұғаліміңнен сөз келетін болсын, маған таяқ жейсің. Барыңдаршы, бақ қырылмай. Тамақ іздеп көрсең қыз, бар бол. Жақсы әкешім. Айттым қой, мынау не? Мәссаған, мен жаңа киім тауып алдым. Ертең мектепке осыны киіп барамын. Фуй. Жақсы, бұл киімді, ескі киімді үйге апарайын, немесе мусорға тастай салайын. Бұл киім маған керек емес. Юху! Анашы, мен жаңа киім тауып алдым. Не? Бұны қайдан алдың? Ұрлап алдың ба, ақымақ қыз? Бізге берсеңші. Бірақ анашым, бұл сізге болмайды. Маған ше? Әкешім, бұл вообще-то қыздардың киімі. Жап аузыңды. Маған да киім тауып кел. Жақсы, анашым. Көйлек жарасатын шығады. Осы киімдер қалар. Осы киімдерді екі пакетке сала беріңіз. Жақсы, ханым. Мінекей киімдеріңізді салдым. Бәрі қанша болды? Барлығы 350 теңге. 350 мың деп айтсаңшы. Қазір беремін. Жарайды, мына безлеріңізді карточканы алыңыз. Алдым. Киімдеріңіз сізге сапалы болсын. Жақсы. Сау болыңыз. Мен келдім, есікті ашыңдар. Жақсы, қаным. Неше сағат болды тұрғанына? Аз болды ғой. Жап аузыңды. Есікті жап. Қызым, қайдасың? Мен келдім, қызым. Анашым, келдіңіз бе? Иә, қызым. Мінекей киімдер алып келдім. Көресің бе жүр? Мінекей, ұнаған киімдеріңді ал. Сосын қазір сенің сіңіліңе де киімдер беремін. Маған осы киім ұнап тұр. Осы киімді алайын. Ал мұнаны мен өзімнің текті сіңіліме беремін. Жарайды, осы киімдерді алып болсаң, мынаны ала сал, қызым. Жақсы, анашым, болды, кетіңізші, бар, мен ойнап жатырмын. Жарайды, мен кеттім. Қызым, ау, анашым, мен саған киім алып келдім. Ана киім саған бола ма? Иә, анашым, өте жарасып тұр, көп рахмет. Қасы жоқ, қызым, мынаны енді әкең бөлмесіне апарып келейін. Міне киімдеріңізді алып келдім. Мынау менің киімім. Мінекей бәрі дайын, мен енді кеттім. Карточка. Қызым, сағат болып қалыпты, мектепке баратын. Барып келіңдер. Сосын сен қыз әдемі киіміңді киші, қызым. Кедейлердің киімі сияқты қарапайым киім киіп аласың. Бар, қызым, әдемі киімде сабағыңды сал. Барыңдар мектепке. Жақсы, анашым. Бүгін не киіп барсам болады? Жаңа киімді киейін бе? Осыны киейін. Осы киімі жететін киім жоқ. Әпке, не істеп отырсыз бұнда? Ат. Сен бұнда не істеп жүрсің?
сен киініп алыпсың ғой? Иә, мен сабаққа бара жатырмын. Тез киінсеңші, сағат болды ғой. Осы сабақтан шаршатты бар ғой. Мен де дайынмын. Кеттік. О, Анел, Жанел киініп алыпсыңдар ғой. Иә, біз сабаққа бара жатырмыз. Ал сіз маған торт пісіріп қойыңызшы. Ал мен кеттім. Охранник, мені мектебіме жеткізіп сал. Неге өйтіп сөйлеп жатырсың? Қойшы енді. Болса есікті аш. Жақсы. Тез бол. Осы ма мектебіміз? Иә, осы деді ғой. Аха. Ол, сәлем, сенің атың кім? Менің атым Мариана. Мариана, қандай деме естідім? Сен қай сыныпта оқисың? Мен 6А-да оқимын. 6А? Өкінішті. Ал мен басқа сыныпта оқимын. Ой, ешім етпейді. Мариана, мүмкін дос болайық? Жарайды, дос болайық. Мен қаланың шетінде оқимын, және де менің әкем депутат. Мәссаған. Керемет. Ал менің әкем фабриканың, шоколад фабрикасының бастығы. Мәссаған, солай ма? Иә, және де ол мен осы бизнес орталығының бастығы. Мәссаған, таңғалыппын. Иә, таңғаласың ғой. Мен де кеттім. О, сәлем, сен мені неғып тұрсың? О, сәлем, сенің атың кім? Менің атым Анел болады. Ал менің атым болса Айару. Некен өтемі есімет. Бірақ та сенің түріне қарасам, отбасынан шыққан сақсың ғой. Иә, біздің әкеміз жақсы жерде жұмыс жасайды ғой. Өкінішті, менде ондай жоқ. Сен қай сыныпта оқисың? Мен 6А-да оқимын. 6А, мен де 6А-да оқимын. Мәссаған, керемет болды. Осы ішке барайық. Иә, кеттік. Так, бала, біздің сыныпқа жаңадан келген оқушы. Анел мен Жанел танысып қойыңдар. Ағай, мен Анелмен танысып қойғанмын. Не? Иә, ағай. Жақсы болар. Ендеше дәптерімізді ашамыз. Дәптерін ашып қойыңдар. Анел мен Жанелден басқаларын. Так, сенің дәптерің қайда? Ағай, мен дәптерім тағы да баяғы айтқан сөзің ба? Ағай, оған ұрсудан қажет жоқ. Мен оған өзім дәптерімді берем. Бірақ та өйтуге болмайды. Ағай, менде тағы бір дәптерім бар, уайымдамаңыз. Жақсы. Сенікі ағай, мен жаңа ғана оны кетіріп тастадым. Жақсы. Саған сен өте дұрыс жазыпсың. Жақсы. Сенің дәптерің қайда? Мен ұмытып кеттім. Тағы да осы екеуің бар ғой. Бүгін сендерге тағы да 2. Ұялмайсыңдар ма ата-аналарын күнде шақыртқызып? Ағай, өтініш бақырмаңызшы. Ол жақсы. Ендеше қазір тақтадан жазып алыңдар. Так, балалар, тақтадан жазып аламыз дәптерімізге. Ағай, менде ручка жоқ еді. Не? Сен қызда осы не бар? Мүмкін мына басыңды да ұмытып кетпедің ба? Ағай, оған ұрсудан қажет жоқ. Мен оған өзімнің екінші ручкамды бере саламын. Көп рахмет саған, Анел. Қажет жоқ. Оған не үшін? Ол сен неге ол бейшараға оған көмектесіп жатырсың? Бірақ та ода ештеңе жоқ қой. Так, қыздар, біз отырамыз, тақтадан жазып аламыз. Жақсы. Мен сенімен қоңырауда сөйлесем. Жазып болдық, ағай. Жазып болдыңдар ма? Ағай, күте тұрыңыз. Болды ма? Мен кетіремін. Ағай, бірақ та менен әлі. Сен ақ отырсың. Бір бет қағаз алды, жаз.
Осы бала әрқашанда жақсы. Сен не үшін жазбағансың? Мен жазғым келмейді. Айтпақшы, сен Мұраттың қызы екенсің ғой. Иә, өзің біл. Ал сен ше? Мінекей ағай, мен жас болдым. Өте жақсы. Сен неғып отырсың? Ағай, мен тағы да кетерсің. Өй, ақымақ бала немесе саған да екі. Ағай, мен жаңа кетірмеңші деп айтып едім ғой. Құрыш әрі, саған да екі. Так, балалар. Содан аяқталды балалар. Үйлеріңізге қараймыз. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Сау болыңыз ағай. Сау болыңыз ағай. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Айтпақшы, мынау ручка. Бергенің үшін көп-көп рахмет. Оқасы жоқ, сен менің досымсың ғой, иә? Әрине, сен сияқты қызбен дос болу менің арманым ғой. Кеттік. Анел қиықты. Мұндай екенсің ғой. Анел, жүр жанында сөйлесуіміз керекпіз. Не болды? Жүр дедім ғой мен саған. Жүр бол. Сен ақымақ қыз, неге анау кетеймен сөйлесіп жүрсің? Не үшін онымен дос болып алғансың? Не болыпты дос болсам? Сен әкеміздің атағына, абыройына кір келтіріп отырсың. Ол мен тағы да ойнайтын болсаң, мен анашылық бітпе, ұқтың ба? Сен ақымақсың, ол мен досымын ғой. Маған бәрібір, ұқтың ба? Енді бар да онымен достығыңды кес. Мен кеттім. Қалайсың, Марианна? Жақсы, ұзаққа кеттің ғой. Иә. Мен әкемнен бүгін, әкемнен бүгін ақша сұрап аламын да. Қыдырамын. Ал сен ше? Қайда қыдырамыз? Киноға барамыз? Иә, киноға барамыз. Хорошая идея. Кеттік онда емізге. Тез бол. Қазір сен анам мен әкемнен ұрыс естейсің. Иә, қазір. Тез кірсейші, не ақтып тұрсың? Кіріп жатырмын ғой, не ұрса бересің? Қыздар ұспаймыз. Шаруаң болмасын сенің. Кеттік анама. Тез бол деймін мен саған. Келе жатырмын ғой, не? Менің екі қызым келіпті ғой. Анашы, мен сізге айтар хабарым бар. Не болыпты, ол сонша қандай хабар? Не болды қызым? Анау ақымақ қыз, Анел, кедеймен достасып алыпты. Еще оны менің достарым да және сыныптастары да біздің ағайымыз да көрді. Сен қыз, не кедеймен дос болып жүрсің бе? Анашы, не сонда онымен дос болуға болмай ма?